Ауыт Мұхитбектің Серікжан Біләш туралы жазбасынан үзінді. Біз үш тұғырлы тіл деп қанша айқайлағанымызбен халықтың көбі ағылшын тілінен жұрдай, тіпті басым көп бөлігі. Сондықтан олар әлемдік ақпараттан қалыс қалып жатады. Әсіресе Қытайдың геноцидтік езгісіне ұшыраған Шыңжаңдағы қазақтар тағдыры туралы өртеніп тұрған тақырыпты біздің бұқаралық ақпарат құралдары жазудан қалған. Жазса да там-тұмдап қана сипай қамшылап жазады. Бір сөзбен айтқанда біздің халықтың басым бір бөлігі әлемдік еркін ақпараттан кенже қалып жататыны жасырын емес. Соңғы 7-8 жылдың көлемінде сол бостықты Серікжан Біләшұлы бір өзі толықтырып келеді. Қазір оның тыңдарманы күн санап емес, сағат санап көбеюде. Мысалы, ақш президенті Трамптың Қытай туралы Американың Қытайға қарымтасы деген лекциясын бір күнде 55.415 адам көріп үлгерген. Тіпті кейбір шығарылымдарының көрілімі неше жүз мыңдап кететіні бар. Мұндай көрілім мемлекеттік электронды бұқаралық ақпарат құралдарында да кездесе бермейтін шығар деп ойлаймын. Дау жоқ. Серікжан Біләшұлы өте білімді, жан-жақты, дарынды азамат. Ол кез келген ақпаратқа терең үңіліп, әр қырынан иін қандырып талдау жасай біледі және жеткізіп тұрып айтып бере алады. Қазақстан мен қазақтың мүддесіне қайшы ақпаратты жетқабат жердің астынан болса да тауып шығып, таптап тастайды. Қытай қысымындағы қазақтар туралы дүние жүзінің ең ықпалды басылымдары Серікжан ашқан шындыққа сүйеніп ақпарат таратып келе жатқаны да ащы шындық. Ал оның ең басты кемшілігі көпіріп ұзақ сөйлейтіні. Бірді айтып келе жатып екіншіге, одан үшінші бір тақырыпқа кетіп қалатындығы еді. Бұл менің ғана емес, жалпы тыңдарманның көп айтатын пікірі, әрі тағатын кінәсі. Одан қала берді, аздап мақтанып кететіні мен бұрынғы атқарған еңбектерін көп қайталай беретіндігі жұртты жалықтырып жіберетін. Ғайыптан әлдебір елдің президенті не министрі, әй, анау әлемді шулатып жүрген Серікжан Біләш деген қазақтың бір сөзін әкелші, өз құлағымен естейінші десе, сағаттап жасаған ұзын сонар лекциялардың қайсысын апарарыңды білмейсің. Үшінші бір кемшілігі, зиялы қауым өкілдеріне ат қойып, айдар тағып көп жазғыратыны. Бұл кемшілігі бар және үнемі жалғасып келеді. Бұл сірә көпе-көрнеу Мұхтар Шаханов ағасынан жұққан вирус болса керек деп ойлаймын. Дұрыс емес, қою керек мұндай жаман әдетті. Және қайталап айтайын, Серікжан Біләшұлы өте талантты жігіт, үлкен патриот, уақыт тудырған тұлға. Қазіргі таңда оның алдына Қытайдағы қазақ мәселесі тақырыбында оның алдында түсе қоятын адамды біз көріп тұрғанымыз жоқ. Аталған мәселе туындағанда ол теңдессіз ерлік жасады. Шыңжаңдағы туыстары Қытай концлагеріне қамалған жұрттың мемлекеттік құзырлы органдардан гөрі осы Серікжан Біләшұлына көбірек жүгінгенін де атап айтуымыз керек.